жыл басына таласқан хайуанаттар деген ертегін айтып беремін. Ал енді мұқият тыңдаймыз. Күндердің бір күні хайуанаттар жиналып отырып, жыл басы мен боламын деп таласады. Таласқаннан кейін жылқы айтады: мен жыл басы болуға лайықпын дейді. Менің сүтімді ішеді, мен алысты тез жақындатамын дейді. Менен пайдалы адамға жануар жоқ дейді. Сонда түйе тұрып айтады: жоқ, мен жыл басына лайықпын дейді. Мен алысқа көп шыдаймын, шөлге көп шыдаймын, мен ауыр жүк көтеремін, мен не болса соны жеймін. Сен жылқы сияқты сұлу, тәтті шөп сұрамаймын дейді. Сонда тұрып сиыр айтады: жоқ, мен жыл басы болуға лайықпын дейді. Сиыр айтады: олар жер жыртса, мен жерді жыртамын. Менің сүтімді ішеді, айранымды ішеді. Менен пайдалы адамға жануар жоқ дейді. Сонда тұрып ит айтады: жоқ, мен лайықпын. Мен сендерді қарауылдаймын, мен сендерді бағамын. Мен болмасам сендерді бөрі жеп кетеді ғой. Алыстан адамдар келсе, мен өзімнің иеме үріп, оларға белгі беремін деп ит мақтарады. Жоқ, менмін деп қой шығады. Менің жүнімді адамдар пайдаланады, етімді жейді, кигізеді, жүнімнен жасайды деп қой мақтанады. Сонда тұрып қой айтады: жоқ, мен пайдалымын. Мен болмасам, олар ұйықтап қалады еді. Мен ертеңменен тұрамын дағы, оларға тығыңдар, жұмысқа барыңдар деп айтамын дейді. Сонда тышқан не айтарын білмей айла жасайды. Не айтарын білмей тышқан, оның пайдасы жоқ қой. Сонда айтады: ондай болса, кім бірінші жылды көреді, сол жылдың басы болады дейді. Сонда түйе тұрып: неге? Ол мақұл дейді. Ол өзінің бойына сеніп қалады. Ойлайды: мен бәрінен биік, мен бірінші көріп қаламын жылды дейді. Сөйтіп тышқан білдіртпей түйенің өркешіне шығып алып отырады. Сөйтіп жыл шығып келе жатқан кезде, әне жыл келе жатыр деп тышқан айқайлайды. Сөйтіп жылдың басы кішкентай тышқан болып қалады. Ал түйе өзінің бойына сеніп, жылдан айырылып қалады. Міне, сендерге ертегі ұнады ма? Жақсы болды. Қандай жануарлармен таныстық біз? Мынау кім? Қорай. Мынау кім? Түйе. Жоқ, жөнді қараңдар. Кім мынау? Қой. Жаурайсыңдар. Қой. А мынау кім? Мынау кім? Дұрыс. Ит. Мынау жыл ит бар екен. А мынау кім? Сиыр да бар екен. Мынау кім? Айла жөндеп қараңдар. Түйе жылы бар ма, балалар? Түйе жылы бар ма? Жаңа айттым ғой. Түйе өзінің бойына сеніп, жылдан айырылып қалды ғой. Түйе жылы жоқ, қалған жылдар бар ғой. Ай, жарайсың. Ұнады ма ертегі? Ертең тағы келейін ба сендерге? Жақсы.